Сахна адамдарының ел мәселесімен айналысып, билікке араласуына қарсы емеспін. Қоғам қайраткері Төлеген Мұхамеджанов әншілердің әкім, депутат, тіпті министр болғанын қолдайды. Танымал композитор өз шығармаларын табыс көзіне айналдырып, сатқан кезі болған ба? Ел ықыласына бөленген азамат бақытты қалай түсінеді? Ендеше кезекті сұхбатқа берейік. Қымбатты көрермен, бүгін біз мемлекет және қоғам қайраткері белгілі композитор Төлеген Мұхамеджанов ағамыздың үйінде қонақтамыз. Төлеген аға, ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз. Қазір немен айналысып жүрсіз? Жалпы ең бастысы әрине мен композитор болғаннан кейін музыка жазамын. Күнделікті өзімнің режимім бар. Мысалы, сіздер келердің алдында мен рояльдан түрегелдім. Өйткені жалпы осы саланың маманы болғаннан кейін міндетті түрде өзімнің мамандығымды жақсы игеріп, қолдан келгенше сонда кездесулерде соның шығармаларымды ойнап көрсетемін. Сонымен бірге қоғамдық жұмысым бар. Ол кезінде Мәскеу қаласында мені сайлаған халықаралық әлемде мәдениет арқылы танимыз деген ассоциация бар. Соның президенті болып мені сайлаған. Кезінде киноларға да саундтректер жаздыңыз. Өзіңіздің шығармаларыңыз бар, көп халық жақсы көретін. Соны тойға, ақшаға сатқан кездеріңіз болған жоқ па? Кезінде Совет үкіметі кезінде, мысалы, біздің шығармаларымызды сатып алып отырды мемлекет. Симфонияларымызды, операларымызды, әндерімізді, камералық шығармаларымызды сатып алып отырды. Онда мен, мысалы, сол арқылы ақша таптым. Нарық келгеннен бері мен жалпы осы музыка арқылы ақша табуға мен іште қарсы болдым. Өйткені музыка ол жалпы Алла тағаланың тілі. Мысалы, Алла тағала көптеген халықтарға көптеген тіл берді. Бірақ бір тілді ғана өзіне қалдырды, ол музыка тілін. Өйткені оған не тілмәш керегі жоқ. Қаймен, мысалы, ұлттың сен азаматы болсан, басқа ұлттың азаматы музыкамен бергенде, оны тілмәш керегі жоқ, жүректен жүрекке тие береді. Сол секілді жалпы мен музыкаға көзқарасым сондай. Өйткені мен мүмкін өзім жазып жатқан шығармаларымды артынан ақша көретін болса, мен онда жаза алмас едім, Құдай біледі. Өйткені мен жүрегімнен шыққан шығармамды басқа бір адамның жүрегіне тисе деген шығармалар жазғым келеді. Өйткені солар қалады. Ал әлгі той-домалақта әлгі тымта-тымта деп айта беретін әндерді мен жазсам, онда Құдай біледі, ол бір күндік әндер ғой. Бүгін бар, ертең жоқ. Сондықтан мен осындай бір басқа көзқараспен қараймын музыкаға. Қазір осы белгілі өнер адамдарының болмаса спортшылардың саясатқа келуін халық көбіне жақтырмай жатады. Сізде кезінде өнерден саясатқа келдіңіз ғой. Ол кезде қалай еді? Жалпы өнер не болмаса спорттан саясатқа келгенді мен қолдаймын. Өйткені жалпы өнерде бір жетістікке жету үшін сен көп талаптануың керек, көп жұмыс істеуің керек. Егерде сен былай көтеріңкі өзінің деңгейіне байланысты орын алатын болсаң, неге сен сол өзінің халықтың алдында қалған жемістерінде сол халыққа саясат арқылы қайтармайсың? Мен мысалы кезінде 7 жыл Астана қаласының әкімінің орынбасары болдым. 8 жыл парламентте депутат болдым. Мәжілісте, сенатта қолдан келгенше еңбектендім. Өйткені жалпы өнер адам болғаннан кейін сен өте сезімтал боласың. Көп нәрсені өте жүрегіңмен қабылдайсың. Соған қолдан келгенше өзінің көмегіңді көрсеткің келеді. Сіздің енді осы телеарналарға берген сұхбаттарыңызды қарап шықтым. Көбі қазір интернетте ғой. Астында көбіне жағымды пікірлер жазылған екен. Жалпы осы пікірлерге құлақ асасыз ба? Қаншалықты санасасыз? Міндетті түрде, өйткені сенің істеген істеріне, сен істеген жұмысына бағаны беретін халық. Сен халықпен санаспауға болмайды. Халықтың пікірін міндетті түрде сен ескеруің керек. Өйткені жалпы қай жұмыста болмасын, сенің келер күнің бар, мен кетер күнің бар. Сол екі арада сен өзің қолынан келгенше өзінен ізіңді қалдырып кету керек. Мен әркімді айттым ғой, менің артымнан ешкім тас лақтырған жоқ. Өйткені қолдан келгенше мен еңбектендім. Әрине көп шығармаларымды жаза алмаған шығармын. Бірақ қолымнан келгенше көмектесіп, мен көптеген композиторлар, суретшілерге, ақындарға, музыканттарға мен қол ұшымды беріп көмектестім. Олар мен үшін мысалы шығармаларын жазды. Қаншама мысалы сол арқылы. Сондықтан мұны жұмыстағы болған уақытында сен қолдан келгенше
халыққа қызмет етіп, артында бір жақсыз қалдыруым керек деп санаймын. Қайырымдылық жиі жасап тұрасыз ба? Міндетті түрде, қолдан келгенше, міндетті түрде. Өйткені мен ешқашанда біреу қайыр сұрап тұрса, мен жандарымнан бірдеме бермей кетпеймін. Өйткені бірдеме бермей кетсем, мен өзіме өзім бір жамандық жасағандай болып көрінемін. Өйткені адамның өмірі, тағдыры бәрі аяқ астынан болуы мүмкін. Сондықтан әрқашанда мен мысалы ешкім туралы жамандық айтпаймын. Өйткені жамандық айту үшін мен мысалы Иван жаман десе, мен онда Иваннан жақсы екенімді айтып отырғандай боламын да. Біреуді жамандағанда сен оны жақсымын деп айтасың өзіңді. Саған ондай құқықты кім берді? Алла тағала берді ме? Ешкім берген жоқ. Сондықтан осындай мысалы қиын кезеңді өткізіп жатқан адамның кейде сондай болуы мүмкін деп өзіңді қойсаң, сен басқаша көзқараспен қарайсың адамның тағдырына. Сондықтан мен жалпы ойым осылай, әрқашанда адам басқа адамның өмірін жоққа шығаруға болмайды. Егер де жалпы мынау өзі үлкен лауазымда жүрген азаматтардың көп осылай ойлайтын болса, онда біз көптеген жақсы нәрселерге барамыз. Бақыттысыз ба өзіңіз? Мен әрине бақыттымын. Өйткені мен отбасыма ризамын. Жанымдағы серік болып маған өмірімде бірге жүрген Нұржамалға ризамын. Балаларыма ризамын, немерелеріме ризамын. Жалпы бүгінгі бейбіт мемлекетте тұрып жатқаныма ризамын. Жақсы, Төлеген аға, енді уақытыңызды алмайық. Сіздің де енді үйде болсаңыз да басқа жұмыстарыңыздың көп екенін түсінеміз. Бізге сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет. Еңбегіңізге жеміс тілейміз. Ары қарай да өзіңіздің әдемі туындыларыңызбен халықты қуантайық. Мен де сіздерге жеміс тілеймін.